Енді сұрақты соғым кезінде қазақтар беретін сұрақ шынында да. Сондықтан қорықпай етті жеу беруге болады деп мен ойлаймын. Бүкіл ветеринарлық қызметке біз бүкіл жағдайды жасап отырмыз. 800-900 миллиондай, мен қазір енді жадымда ақша бөлдік биыл. Бүкіл қондырғыларына, қызметкер мамандарды алуға, барлығына қаржы жеткілікті. Оның үстіне бүкіл жаңағы сіз барып ет алып жүрген базары болсын, сауда орталықтарына, оның барлығында ветеринарлық мамандар, ветеринарлық посттар, бекеттер бар. Олар ауру малдың етін өткізбейді. Баяғыда бір қазақ бәйге шабарда айтыпты ғой, осы атқа мініп, аттан құлап өлген қазақты көрген жоқпын деп. Мен ет жеп өлген қазақ көрген жоқ. Сондықтан бәрі дұрыс болады. Рахмет.